Бұл киіз үй. Ерте заманда біздің ата-аналарымыз, әжелеріміз, аталарымыз осындай ұлттық киіз үйде тұрған. Ал енді мына алдыңыздағы мынаны не деп ойлайсыңдар? Бұл торсық. Балалар, торсық деген не? Бұл қазақтың ұлттық ыдысы. Бұның ішіне аталарымыз суды құйып, қарға кеткенде сол кезде бұның ішінде су мұздай болып тұрады екен. Шөлдеген кезде олар осыны ішеді екен. Қазір балалар осы ағаш үймен торсықты біздер суретін қоятын боламыз. Сіздің алдарыңызда міне торсықтың, ағаш үйдің суреттері бар. Кәнекей қолдарыңызға бояуды алып бастайық. Аламыз. Сен нені бояп жатсың? Торсық. Балалар, біздер жаңа ағаш үймен торсыққа қатысты ағаш үйдің суретін салдық. Қазір мына жерде ағаш үйді құрастырамыз. Дайынсыңдар ма балалар? Қолдарыңызға кәнекей бастайық. Келе ғой. Ағаш үйдің өзінің құрастыратын жолы бар. Келе қойдан бастырамыз. Қалай құрастырамыз? Ішіндегі бар. Міне құрастырдық. Енді не білеміз? Бұл не екен балалар? Шаңырақ. Жарайсыңдар. Жарайсыңдар. Құрастырасыңдар. Бұл не екен? Есік. Келе ғой. Жақсы келеді. Ағаш үйдіңіздер? Жарайсыңдар балалар. Не бастырдыңыздар балалар? Қане ағаш жарайсыңдар. Біздер жаңа тапсырған ойындар көзді бояттық, көзді тастырдық. Енді ойынға кезек келді. Ойыннан жақсы көресіңдер ме? Кәнекей онда ойын міне мына ойынның аты арқан тарту. Бұл ойынның шарты бір жақта қыздар, бір жақта балалар. Ал аяқ қолыңызда 1, 2, 3 ойын басталды. Тартамыз. Тартамыз кәнекей. Тартамыз.